Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біздер сүзбелі тәтті тоқаштар дайындайтын боламыз. Өте дәмді, оңай дайындалады. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмді рецептерді жіберіп алмас үшін менің каналымға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтетін боламын достар. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Тоқашымыздың дайындалу жолы өте қарапайым. Ол үшін жұмыртқамызды, кейін қантымызды араластырып аламыз. Қатты араластырып керегі жоқ. Біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Кішкене араластырып қантымызды еріткеннен кейін үй сүзбесін салатын боламын. Кез келген сүзбе түрін қолдансаңыздар болады. Үй сүзбесін үй жағдайында немесе дүкеннің де сүзбелерін қолдансаңыздар болады. Кейін разрыхителді және де тұзымызды салып, кейін ұнымызды, яғни септіден өткен ұнымызды салып, жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Кейін қамырымызды илеп алған соң бірден жұмыс жасап кететін боламыз. Яғни осылай етіп кішкене қамырымыздың бөлігін алып, қолымызға салып, дөңгелектеп, шариктар жасап, пергамент қағазын үстіне жинап алатын боламыз. Кейін дайын шариктарымызды қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Әбден алтын түске енгенге дейін қуыратын боламыз. Біздің алтын түсті сүзбелі шариктарымыз дайын. Осылай етіп майдан түсіріп алатын боламыз. Майды сорып алу мақсатында астына осылай қағаз сүлгісін төсесеңіздер болады. Кейін әдемілік беру мақсатында осылай етіп қант ұнтағын үстіне себелесеңіздер өте әдемі көрінеді. Және де кез келген варенье түрін қолданып дастарханға қойсаңыздар болады. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Менен жаңа видео күтіңіздер.